Осы жол-көлік оқиғасына кім кінәлі? Бір күн, бір жол белгі. Тіркелеміз. Ең бастысы осы қиылысқа келген кезде белгіге қараймыз, жол белгісіне. Бірінші белгіміз ол бізде бір жақты жүру жолы аяқталды дейді. Осы жерден аяқталды да, мына арада бізде екі жақты жүріс жолы басталады. Екінші белгіге қарасақ, мына арада бізде бір жақты жүру жолы дейді. Онда мына екі жолағымыз, міне бірінші, екінші жолағымыз осы бағытта жүреді. Енді қараймыз. Келесі белгіге қараймыз. Мына белгіміз бізде бір жақ басты жолдың бағытын көрсетеді екен. Басты жолдың бағыты мына жаққа кетті. Енді көліктердің орналасуына қараймыз. Қызыл көлігіміз бізде оң жақтан тұр. Ол тура және оңға жүре алады. Ал егерде ақ көлігіміз, ол сол жақтағы жолақта тұр. Ол тек қана тура бағытта жүре алады. Сондықтан дәл қазір бізде ақ көлік жүргізушісі кінәлі болып саналады. Егер де сіздерге осы ақпарат ұнаса, міндетті түрде тіркеліңіздер. Сіздермен бірге ПДД Қазақстан командасы, Әділет Жүнісов. Келесі көріскенше.